Ақшаға құнығып, өзі сияқты ет пен сүйектен жаралған адамды құл еткен Орынбай мен Жамантайдың ештеңеден тайынбайтыны айдан анық еді. Сондықтан қашып шығудың жайын жан-жақты ойластырып, қателікке жол қалдырмайтын толымды жоспар жасау қажет болды. Мен түн болсақ, маңайды шолып, жол жайын барынша ұңғыл-шұңғылына дейін анықтауға тырыстым. Сөйтіп жүріп, бір күні біз тұрған мал қыстағынан 40-50 шақырымдай жердегі жан-жағына қамыс өсіп кеткен, суы ішуге жарамсыз сасық тұзды көлдің жағасында екі елес әруаққа кез болдым. Қамыс ішінде отырған оларды алғашында аң ба, әлде қалқайған қарақшы ма деп ойлап назар аудармаппын. Тек өзіме әлдекімнің тесіле қарағанын сезіп, жалт бұрылғанымда жүрелеп отырған екеуді көрдім. Сақалдары өскен, үстерінде тозығы жеткен жыртық күрте, бастарында кірден қандай түс екенін ажыратуға болмайтын шаңғышылар киетін шәпкісі бар екеуі маған қорқыныштан шарасынан шығардай алайған көздерімен тесірейе қарап қалыпты. Күтпеген кездесуден менің де зәре-құтым қашып, біраз уақыт тіл қата алмай мелшиіп тұрып қалдым. Біреуінің бір көзі үңірейіп тұр, беті қисайып кеткен, ал екіншісінің бет-аузы мыж-мыж. Киімдері қара қошқылданып, айғыздалған дақтан көрінбейді. Оның не екенін кейін білдім. Содан бір кезде есімді жиғандай болып, «Кімсіңдер, мұнда қайдан жүрсіңдер?» дедім әзер тілге келіп. Біз Орынбайдың құлдарымыз, деді кекештене сөйлеген аласа бойлысы. Олардың сырт бейнелерінен өліп қалған әруақ елес екендері анық көрініп тұр еді. Дядя Вася айтқан қыста қашқан екі жігіт осы шығар деген ой келді. «Мен де Орынбайдың құлымын», дедім. «Оның орыс құлы бар еді», деп сол сәт сөзге жіңішке ұзын-тұра араласты. «Я, дядя Васяны айтасы ба? Ол тірі ме?» «Тірі, қазір малды үшеуміз бағамыз, бізді жазда келген». Әруақ елестердің біреуінің есімі Нұртай, екіншісі Әлжан екен. Әңгімелерінен естіп қаныққаным, бұлар да Алматының базарында жылмыңдаған жалғастың тұзағына түсіпті. Олар Орынбайдың малын бір жылдай баққан. Қашып кетпек болған әрекеттері сәтсіз аяқталып, Қарасұрдан өлімші болып таяқ жейді. Бірақ сонда да алған беттерінен қайтпай, тағы да қашудың жоспарын жасайды. Сөйтіп қыстың бір боранды күнінде ауылға қарама қайшы бағытқа қарай тәуекел деп жолға шығады. Аяқтарында шынжыр кісен, үстерінде жұқа жыртық күрте, аш, жүдеу екеуі қанша тырысса да алысқа ұзап кете алмапты. Олар түнде осы көлдің жағасына келіп, қамыс арасын паналайды. Таңертең ұйқыдан Жамантайдың боқтаған даусынан оянады. Әккі аңшы қашқындардың ізіне түсіп, атпен тап бастырмай қуып жеткен екен. Әбден ашуға мінген ол, қамшымен емес, кесіп алған кепкен жуан, дырау сойылмен екеуін соққының астын алады. Бас жарылып, көз шығады. Үсті бастарын қан жуған екі бейбақ қансырап естерінен танып қалады. Қарасұр жендет қанға батқан екеуін арқалап жүргісі келмеген сияқты. Енді адам болмасын түсініп, елсіз көлдің жағасына тастап кете барыпты. Аштықтан, әлсіздіктен, алған соққының салдарынан есеңгіреп, ұзақ жатқан бейбақтар қатты қиналып жатып, жан тапсырған секілді. Енді байқадым, жүрелеп отырған екеуінің аяғында бізге салынған сияқты шынжыр кісен бар екен. Ал күртелеріндегі айғыздалған қара қошқылдақ кеуіп қалған қан болып шықты. Тәнімнен бөлініп шыққанда жанымды қинаған аурудан аздап арылғандай болып едім, бірақ сәлден кейін ауру онан сайын қинап, жанымды қоярға жер таппадым, деді Нұртай. Алғашында не болғанын ұқпаған екеуі кейінірек қанға батқан тәндерін көргенде өздерінің өлгенін түсінеді. Өлер алдындағы жан қиналысы қатты қорқыныш саналарына әбден сіңіп қалса керек. Қарасұр жазалаушы тағы да келіп, таяқтың астына алардай зәрелері ұшып, қамыс арасынан шығуға қорқады екен. Сүйектері сынып, біреуінің көзі шықса, екіншісінің бет-аузы түгел мылжаланған. Аяқтарында шынжыр кісен салынған екеуі елес әруаққа айналса да, орындарынан қозғалмай, күндіз-түні осылай отыратын көрінеді. Менің байқап түйгенім, өлген адам мұсылман ғұрпымен жерленбесе, сол тәні қалған жерден айналып шыға алмайтын сияқты. Белгісіз күш оны сол маңайдан шығармай, шырмап ұстап тұратын болса керек. Асылып өлген Еспергенде, қасқырға жем болып сүйегі далада қалған Қасқырбайда өздерінің мүрдесі жатқан жерден алыс ұзамай, сол маңайды шырайын алып жүргені осыны аңғартады. Мен кездейсоқ танысқан екеуіне кейінгі болған жағдайларды түгел баяндап бердім. Өзімнің қашып кету ойымда бар екендігін айтқанда, ойбай, олай жасай көрме, Қарасұр аямайды,
Оның қолына түскенше өліп қалған жақсы деп зыр-зыр қақты екеуі. Жамантайдың қорлығы қатты өтсе керек, саналарына сіңген қорқыныш оларды мүлде сындырып тастаған секілді. Есің болса қашпа, ит қорлықта жүрсең де әйтеуір тірі боласың, дейді екеуі екі жақтан жарыса сөйлеп. Ақыл ойын қорқыныш алған екі міскіннің көзқарасын өзгерту мүмкін еместігін біліп үнсіз қалдым. Осы оқиғадан кейін де бір-екі рет олармен кездестім. Олар да ес берген сияқты кейде қатты жаурап, жылына алмай, кейде ыстықтап салқындай алмай, шөлін басып тамағын тойдыра алмай, қатты азап шегеді екен. Оның үстіне өлер алдында алған тән жарақаттары да әлсін-әлсін қинап, жандарын шығара ауыртатын көрінеді. Олар қазіргі ахуалдарына бой үйретіп алғаны сонша, тіпті басқа әлем, ел-жұрт барында естен шығарған сияқты. Олар үшін бар өмір мына тұзды сасық көлмен шектелетін сыңайлы. Бұрын Құдайға сенбеген, намаз оқымаған, арақ ішіп аздап қыз келіншекпен қыдырып күнәкар тірлік кешкен байғұстар өлгеннен кейін не боларын ұқпайтын секілді. Боқан шалдың өлімі туралы айтқан әңгімем де екеуіне онша әсер етпеді. Әлжан әлі үйленбеген бойдақ болса, Нұртайдың әйелі бар, бір ұлы бар екен. Басына түскен түсініксіз жай ақыл есін алғандай екеуі де бала шаға, туған туыс дегенді мүлдем есінен шығарыпты. Олар үшін күнде, түнде, қыс-жаз дегеннің де еш айырмасы жоқ сияқты. Жаны мен тәнін қинаған аурудан, аштық пен суықтан әбден қалжыраған, ұйықтай да, демала да алмайтын, тіпті түрегеп жүре алмайтын, ұдайы жүрелеп отырудан басқаға қауқарлы жетпейтін бейшаралардың тірлігі шынында да өте аянышты еді. Елес әруаққа ештеңе кедергі еместігін, тұрып жүрулеріне де, тіпті ұшуларына да болатынын айтып түсіндіре алмадым. Әңгіменің жалғасы бар.